Уа құрайыштықтар, өздеріңді жоғары санап ел-жұрттан бөлініп, Арафатқа шықпай, Мұздалифада қалып қоймаңдар. Адамдар бейне бір сел секілді. Лек-легімен ағылған жерден сендер де ағылыңдар, және Алладан кешірім тілеңдер. Шүбәсіз Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе момын құлдарына ерекше мейірімді. Қажылық парызының рәсімдерін толық орындап болған соң, исламнан бұрын Минада тұрып ата-бабаларында мақтап, мадақтап еске алғандарындай, тіпті одан да асыра Алланы еске алып ұлықтаңдар. Адамдар арасында тек дүние тіршілігін ғана ойлап, уа Раббымыз, беретін нығметіңді бізге осы дүниеде бергейсің дейтіндер бар. Олардың ақыретте алар ешбір несібесі жоқ. Сондай-ақ олардың ішінде уа Раббымыз, бізге осы дүниеде жақсылық бере көр, ақыретте жақсылық бере көр деп бізді тозақ отынан сақтай көр деп жалбарынатындар бар. Міне солар тапқан табыстарына, яғни істеген игі істерінің сауабына қарай өз несібелерін молынан алады. Алла тағала есепке жауапқа өте жылдам тартушы. Санаулы күндерде, яғни Арафат және Құрбан айт күндері тәкбір айтып Алланы ұлықтап еске алыңдар. Кім-де-кім асығыс болып Минадағы шайтанға тас ату рәсімін 2 күн ішінде өтеп қайтып кетсе күнә арқаламайды. Ал кім шайтанға тас ату үшін 3-ші күнге қалса, ол да күнә арқаламайды. Алайда бұл илляхи үкімдерді орындауда асқан мұқияттылық танытатын тақуа жандар үшін. Ендеше Алланың бұйрықтарын орындауда асқан мұқияттылық танытып, тақуалық шеңберіне шықпай өмір сүріңдер. Һәм біліп қойыңдар, түбінде бәрін оның дәргейіне жиналасыңдар. Уа Мұхаммед, адамдар арасында дүние тіршілігіне қатысты айтқан сөздері саған ұнайтын баз біреулер бар. Алайда ондайлар жүрегіндегі жалғанға Алланы куә қылады. Яғни бір Алла куә, мен мұсылманмын деп ант су ішеді. Шынтуайтында ол дұшпан атаулының ең жаманы. Ал сенің қасынан кеткеннен кейін, немесе қолыңа билік тізгіні тигенде, жер бетінде бұзақылыққа басып, бар нәрсені қирату және егістікті һәм адамзат үшін ауадай қажет болған басқа да тіршілік көздерін және нәсілдері жою мақсатында тынбай әрекет етеді. Алла тағала бұзғыншылықты жақсы көрмейді. Оған Алладан қорқ, бұзғыншы болма делінсе, тәкаппарлығы ұстап, одан сайын күнәға батады. Ондайда азап ретінде жаһанам жеткілікті. Ол қандай жаман жатақ орын десеңші. Сондай-ақ адамдар арасында Алла разылығына бөлену үшін шыбын жанын қиятындар да бар. Алла құлдарына өте жанашыр, ерекше мейірбан. Уа иман келтіргендер, барлығын Аллаға қалтқысыз мойынсынып, татулық пен бейбітшілікте өмір сүріңдер. Шайтанның басқан ізімен жүруші болмаңдар. Шүбәсіз ол сендерге анық дұшпан. Егер сендерге ақиқатқа жеткізетін анық дәлелдер келгеннен кейін тура жолдан таятын болсаңдар, онда біліп қойыңдар. Алла азиз, ұлық, бәрінен үстем, һәм хаким, әр ісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқақ даналық иесі.